Мен сендермен шынайы, нұрай. яғни былайша айтқанда апалы сіңліліміз. Достар, бүгін біз Абай Құнанбаев атамыз туралы өлеңін, кішкене ақпарат айтамыз. Ал кеттік. Сәлем. Абай атамыздың ғылым таппай мақтанба өлеңін айтамын. Ал мен оның жалғасын айтамын. Ал кеттік. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай мақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрсеге ғашық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек мекер, мал шашпақ, бес дұшпанын көрсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рахым ойлап қой. Жамандық көрсем ғибрат тілі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсем нәфрат тілі, оны ойға жыйсаңыз, ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз. Сізге ғылым кім берер? Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз. Ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Дүниеде өзі, малды өзі, ғылымға көңіл бөлсеңіз. Өзің үшін үйренсең, жамандықтан жиренсең. Ашыларсың жылма-жыл. Келесі Абай Құнанбаевтың екінші өлеңі «Әсемпаз болма әрнеге». Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге кетігін бармай, кетігін тапта барқалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз біте ғаса қазаққа. Алтын жарың артымыз, бара едім қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды ізде қайғалма. Міндіңді үріп жасырып, майданға түспе пайдалма. Достар, міне сіздерге Абай Құнанбаев атамыздың «Әсемпаз болма әрнеге» 4 шумақты өлеңін айтып бердік. Келесі өлеңі. Енді келесі Абай атамыздың «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін өлеңі. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, шоқпарды ертеңіне термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Сөз айттым әзірет әлі айдаһарсыз, мұнда жоқ алтын иек саралағыз. Әсіресе қызыл деп жиренбеңіз, түбі терең, сөз артық бір бейхабарсыз. Келесі кезекте Абай Құнанбаев атамыздың «Айттым сәлем қаламқас», яғни қаламқас өлеңін айтып береміз. Айттым сәлем қаламқас, саған құрбан мал мен бас. Көрмесем де, көрсем де, көңілім сенен айрылмас. Келесі кезекте заманға көнбей қарбы бас Абай атамыздың өлеңін өзім оқып беремін. Айтып беремін. Әркімді заман сүйремек, заманды қай жан билемек, замана оны илемек, заманға жаман күйлемек. Шырылдауық шебір Абай атамыздың өлеңі. Шырылдауық шебіртке, ыршып жүріп ән салған. Көгалды күліп-күліктәп, қызықпен жүріп ән салған. Жазды күні жапырақтың, бірінде тамақ, бірінде кей. Жапырақ кетті, жаз кетті, күз болған соң кетті кей. Келесі Абай атамыз туралы
мәлмет. Абай атамыз 1845 жылы дүниеге келіп, 1904 жылы дүниеде өткен. ол ақын, Композитор, сазгер, философ. жазушы. Сіз білесіз бе, әпке? Айта бер. Сізге бір сұрақ қойма бола ма? Я, болады. Тұта. Абай атамыздың Ахмет Мирза медресесінде қанша жыл оқығанын білесіз бе? Я, әрине білемін. Абай атамыз 4 жыл оқыған. Осыны ұғып ал. Я, жарайды, ұғып алам. Егер сіздерде де осындай сұрақ болып жатса, дәптерлеріңізге жазасыздар деген ойдамын. Егер де мұғалімдеріңіз сұраса, Сосын Абай атамыздың өлеңдерін жаттап жүріңіздер. күніне бір тақпақтан, яғни бір шумақ десек те болады. Достар, мен қазір сіңіліме сұрақ қоямын. Қазір сұрақ қоямын, ол жауап береді. Сен білесің бе? Мен саған сұрақ қойып жатырмын. Абай атаның анасының аты кім? Ұлжан. Дұрыс айтасың. Ал әжесінің аты кім? Зере. Дұрыс айтасың. Сіздер де маған, яғни комментарийға осылай сұрақ қоюға, сіздер бізге сұрақ қоясыздар, ал біз келесі видеода сұрақтарыңызға жауап береміз. Ал сен білесің бе, Абай атаның әкесінің аты кім? Құнанбай. Дұрыс айтасың. Ал Құнанбай атамыздың әйелінің аты кім? Әйгерім. Дұрыс, сен өте тамаша жауап бердің. Мен сені жақсы көремін. Ал білесің бе, Құнанбай атамыздың қанша әйелі бар? Ойланып көр. 3. Дұрыс айтасың. Бұл сұрақтарға тамаша жауап берді. Достар, тағы бір сұрақ қойып көрейін. Сұрағымды ойланып алайын. Абай атамыздың шәкірті кім? Ойланып көрші. Көрейік. Достар, маған айтыңдаршы. Менің есіме түсті. Ол шәкірім. Дұрыс айтасың. Келесі кезекте сен маған сұрақ қойшы. Абай атамыз қайсы кезекте туылған? Яғни қай қалада? Жарайды, мен ойланып көрейін. Семей қаласында. Дұрыс па? Я. Енді тағы бір сұрақ қойып көрші. Ойланып көр енді. Абай атамыз қашаншы жылы дүниеге келген? Менің ойымша 1904 жылы. Дұрыс. Әрдайым көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып, Абай атамыздың өлеңдерін күніге жаттап жүріңіздер. Енді біздің видеомыз тәмам. Қош сау болыңыздар.